Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода осы аккаунтқа обзор түсіретін боламыз, және де бұл аккаунттың профилінен бастасақ, бұл аккаунттың нигі Грейс Гена екен. Профиліне жизнь такая шутка, секундная просмотра враг дейді. Сондай ауыр сөздер жазып қойған екен, және де складына кірсек Мадараң наборы бар екен, Минато бар екен, сосын Арчерский синий бар екен, Зебра, One Punch Man бар екен, мынандай түстіге киетін, пердебектің үстіне киетіні бар екен, мына жақта пляждағы бір көкең несі бар киімдер, головорез бар екен, мынандай шалбар, каратенің наборы, мынандай бұрынғы Гимерикстің наборы, мынандай киім бар екен. Және де черный нұр киіп алатын, смайл киіп алатын набор бар екен. 8 аяқ, бастарына келсек мынандай сары шаш, артерский синийдің үсті, мынандай тоқыр бас, сосын мынандай прям бандитский шапкасы бар екен. Астына кете берсек 69 ақ шаш бар екен, оның ішінде көбісі Артерский синий, Мадара, Минатоның бастары, Оришимаруның басы. Жақта көптеген 49 маскасы бар екен, бірақ көбісі киюге жарамайды. Главный Артерский синий бар екен. Және де үстіге киетіндерде Мадараң киімі, Минатоңка, One Punch Man, Фастерский зат бар екен. Мынандай сүйек, мынандай көптеген 156 киімі бар екен үстінде, бірақ та көбісі ең қымбат жақсы скиндер емес екен, бірақ та мынандай One Punch Man'ның астында мынандай жазғы штаны бар екен. Маған осы ұнайды, сендерге ұнай ма, және аккаунттарыңда бар ма осы шалбар, комментарияға жазып кетейік. Үстінде штан ангелалар өкінішке орай жоқ екен. Мынандай аяқ киім бар екен, фастерский, мынандай, бірақ өкінішке орай бұл жерде танкмастер жоқ екен. Эмоцияға кірсек, ол эмоция, болт эмоция, мынандай. Главный осы флагпен тронға отыратын бар екен, и ол бар. Бұл дегеніміз мен ойымша ең керекті 3 эмоция, появление лобби, олар жоқ екен, движение андай жоқ. Сумка маңызды емес, профиль оружияға келетін болсақ, бұл жақта One Punch Man'ді мен байқадым, жаңа аккаунтқа келген кезде. Ака дракон бар екен, мындай скары бар екен, грозасы бар екен, фламасы бар екен, мынандай фастерский X78 бар екен, 94-ке мынандайларға скин жоқ. Мен ойымша бұл аккаунтта тек қана маңызды оружиялар. Мындай М14-ке күшті скин бар екен, СКС-қа скиндер бар екен, А82 скин, скин күштірек сәрді тақ берейік. Ястрапқа скин бар екен, мынандай пулемет, мынау ең зор скин деп ойлаймын. Мынандай скин, папаға Юмпи. Пайди осы Юмпи мен ойымша оживленный зверь гейшадан да мықты, ең мықты Юмпиға скин деп ойлаймын. Бірақ та қолына тақпапты. М5 бар екен, мынандай М40 бар екен, инкубатор. Петуха бар екен, мынандай CG15 фантом деген скин бар екен. Томпсонға скин бар екен, мынандай бизонға скин бар екен. Ал тоқтыққа мынандай фастерский скин бар екен. Трешер бренкелер ойнаушы тұрын. Басқа мынандай скин бар екен. Сендер қай жылдан бастап Free Fire ойнап келе жатсыңдар, жаз кетіңдер. Және One Punch Man'ді қай жылы қандай коллаборациядан шығарған, осыны айтып кетіңдер комментарияға жазып. Және де каналға тіркеліп, лайк басып отырайық достар. Және де One Punch Man бар екен, осындай күшті дробаш деп ойлаймын. Бірақ та өз басым жек көремін, потому что бұның точность аз, маг 7, кинетика, скин тақ қойып, скинсізден жақсы деп ойлаймын. М590
кассаға 2 скин және де мынаған мынандай корректор бар еді бар екен. М24 мыналарға скин жоқ. Диколға 1 скин, мастерствонікі бар екен. Обрезға 1 скин, мынандай. Осы нож маған ана қалды достар, сендерге ұнай ма? Былай ұстап тұрсаң кайф қой. Мынандай Минатоның құнайы бар екен. Бұл да күшті негізі. 2 пистолет, мынандай сковородкадан 6, надан 9. О да зор екен. Мынандай нан мен ұрама сонда достар. Катанаға 1 скин, катанасы зор екен. Кассаға 3 скин, мынау скин де зор екен. Мынау да. Әйте үшеуде 3 кулагы бар екен. Бұл аккаунтта менің байқағаным бойынша көп заттары негізі керекті заттарға неге алынған аккаунт екен. Енді джекпотқа шыққан ақш шаштың наларын албаса, ондайлардан скин жоқ екен. Мен құраған сетіме достар 10-нан баға бергендер және де комментария